қосу 3х азайту 2y қосу 6 тең 0 сызықтық функциясының бұрыштық коэффициентін табыңыз. Функция сызықтық функция. Сызықтық функцияның түс y-тен болады kx қосылған b түрінде жазылатын функция. Бұрыштық коэффициент деп отырмыз. Бұндағы k саны. Яғни мына нәрсені табу керек. Былайша айтқанда сіз мынаны қандай түрге әкелесіз? Y-тің өзі қалу керек, қалған x-тар мен сандары оң жақта тұру керек, y сол жақта тұру керек, иә? Немесе y оң жақтан олар сол жақта бәрібір. Сосын x-тің алдындағы санды айтып берсеңіз, сол не болады? Сол бұрыштық коэффициент болады. Ары қарай келесі сәтте мына арада факториал не екені айтылып тұр бізге. n факториал дейді бірден n-ға деген сандардың көбейтіндісі. Мысалы, егер n-нің орнына біз 5 деген санды алсақ, онда 5 факториал дегеніміз сөз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 бірден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Яғни егер есептейтін болсақ 2-ні 3-ке 6, 6-ны 4-ке, немесе 2-ні 3-ке 6, 4-ті 5-ке 20, 20-ны 6-ға 120. 5 факториал 120-ға тең. Енді мынаны есептеңіз дейді. Біз әрине n-нің орнына бір сан қойсақ болады. Мысалы, мына жерге 5 қойған сақта, немесе бір кішкенек 3-ті қойып, 3-3-3-3-ті қойып шықсақ болады. Бірақ оны қоймай да есептеуге болады. Егер біз 3-ті қойып есептесек, онда мына жауаптардың ішін 3-ті қойғанда шығатын санды есептейік. Мысалы, жауаптарға n орнына 3 қойсақ, мынаның жауабы 3 болады. 3 қосу 1 4 болады. Мына жауап 3 қосу 1 4 бөлу 3 3-тен 4 болады. Мына жауап 3 қосу 2 5 3 қосу 1 4 4-тен 5 болады. Мына жауап 3 азайту 1 2 болады. 3-тен 1 2 болады. Мен арасында да 3 қойып көрсем, 3 қосу 1 нарда 4 факториал болады. Қосу 3 қосу 2 5 факториал болады. Бөлінген 2 көбейту 3 факториал. Қосылған 3 қосу 1 4 факториал. Енді мұндағы 4 факториал дегеніміз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4. Бірді жазбасақ болады негізінде. 5 факториал дегеніміз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5. 3 факториал дегеніміз 1 2 3. Және 4 факториал дегеніміз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4. Бөлшектің алымынан бірдей көбейгіштері жақын шығады. Мысалы, 1 2 4, нарда да 1 2 4 бар, оларды жақын шығарып жүруге болады. Бір рет, сосын бірінші орында не қалады? 1 қалады, екінші орында 5 қалады. Яғни, былай 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4-ті шығарып жүрсем, нарда ештеме қалмайды, демек 1 қалады, себебі мына нәрсені бірге көсе, қайта соның өзі шығады. Қосу мынарда мына 5 деген сан қалады. Дәл солай астынан жақшаның сыртынан шығарып жүруге болады, 1 2 3-тің көбейтіндісін. Жақшаның сыртынан шығарып жүруге болады. Сол кезде мен 1 2 3-ті жақшаның сыртынан шығарып жүрсем, жақшаның ішіне қалады 2 қосылған мынарда 4. Қараңызшы. Мынарда 1 2 3 пен 1 2 3 қысқарады. 1 қосу 5 неше болады? 6 болады. 4 көбейту 6. Астында 2 қосу 4 тоже 6 болады. 6 мынада қысқарады, не қалады? 4 қалды. Яғни 4 деген жауап бізде мынарда бар 3 қойғанда, иә? Немесе не істеуге болатын еді? 3 емес, кішірек сан алып қоятын еді 2 мысалы. Немесе n-мен де шығаруға болады. Дәл осылай жақша шығару әдісі шәл ұзақтау болуы мүмкін. Бірақ санмен түсінікті болса, сізге санмен қолдана беріңіз. Кескен әріптің орнына сан қоюға, мына бөлшектің бөліміне қайшы келмесе болды. Саудагер 1005 теңгеге 68 қалам, қара және көк түсті сатып алды. Қара түсті қаламның құны 15 теңге, көк түсті қаламның құны 12 теңге. Қара қалам, мен қарамен жазайын. Қара қалам 15 теңге тұрады, бір штугі. Және көк түсті қалам 12 теңге тұрады екен, бір штугі. Қанша қара түсті қалам сатып алды? Қара түсті қанша дейді? Белгісіз болса x штук. Ал көк түсті да белгісіз, ол y штук. Барлығы неше қалам сатып алды? Барлығы 68 қалам сатып алды. Демек, мына x штук пен y штуктың қосындысы 68 болып тұр. Яғни менде теңдеу шығады. X қосу y тең болады 68. Теңдеулер жүйесі шығады. Ал мыналардың әрқайсысы 15 теңгеден болса, біреуі 15 теңге, екеуі 2-ні 15-ге өтем 30, үшеуі 3-ті 15-ге өтем 45. X-і қанша тұрады десем, X-ті 15-ге өтем 15x теңге кетеді. Мынау y штук әрқайсысына 12 теңгеден барлығына 12y теңге кетеді. Сол кезде 1005 теңге шығады. Осы теңдеулер жүйесінен x пен y табасыз. Сосын қара түсті қанша? Қара бізде x деп алдық, x-тің жауабын айту керексіз. Немесе мына x-терден ара қоясыз. Әрине 70 бола алмайды. Себебі 70-ке қанша қоссақ та 68 шықпайды. Біз санын бүтін натурал сан деп есептейміз. Және 68 болса, оны 0 болу керек, ол да болуы мүмкін емес деп ойлаймыз, иә?
мыналарды тексеріп көрсеңіз де болады, бірақ мына теңдеулер жүйесін шығарсаңыз да болады.